Біз енді өзіміздің үйімізге, қабырғамызға булен модификаторы арқылы өзіміздің формамызды, үйдің формасын қайталадық. Бірақ сіз көріп тұрғаныңыздай, мына жерде кішігірім қателіктер шыққан. Біз осы қателіктерді қалай өзгерте аламыз? Ең алдымен біз өзіміздің шатырымыздың дубликат объектімізге оралуымыз керек. Тізім аумағынан тізім ішінен көрініс параметрін қайтадан көрінетіндей қылып ауыстырамын. Енді осы объектімізді төменге қарай жылжытуымыз керек. Ол бүкіл осы шатырдың бүкіл аумағын қайталау үшін. Яғни мен алдымен өңдеу режиміне кіріп, осы өңдеу режимінде біз керекті элементтерді, нүктелерді таңдап, осы полигонымызды move құралы арқылы жылжыта аламыз. Бірақ осыны жылжытсақ, біз тек бір ғана бағыт бойынша емес, бірнеше бағыт бойынша үшті аумағымызда жылжытып, дұрыстап жылжытқан жоқпыз. Және де соны жылжытқаннан кейін біздің өзгерістер тек қана бір жаққа ғана жасалып тұр, ал екінші жаққа жасалып тұрған жоқ. Яғни ең алдымен біз осы өзіміздің көрінісімізді объектіміздің алдыңғы жағынан көруіміз керек. Ол үшін не істей аламыз? Біз осы көрініс аумағымыздағы көрініс құрылғысын ішінен осы координатымыздағы әріптерге бассақ, мысалға x, y, z әріптерін біріне бассақ, біз осы координата бойынша, мысалға x координатасы бойынша өзіміздің көрінісімізді ауыстыра аламыз. Мысалға немесе y координатасы бойынша, немесе z координатасы бойынша. Яғни біз өзіміздің объектіміздің шеткі жағын, алдыңғы жағын, үстіңгі жағын көре аламыз. Немесе біз өзіміздің пернетақтамыздағы нампад бөлігіндегі 1, 3, 7 деген сандарды басаламыз. Яғни үшіміз ол объектіміздің алдыңғы жағын көрсетеді, 1 ол объектіміздің шет жағын, 7 ол объектіміздің жоғарғы жағын. Бізге керек объектіміздің алдыңғы жағы, яғни 3-ті басамыз. Енді соны басқаннан кейін өзімізге керекті нүктелерді таңдап аламыз. Таңдадық дейдік, енді осыны жылжытып көрсек, бізде элементіміздің артқы жақтағы нүктелер өз қалпында қалды, таңдалған жоқ, яғни таңдалған жоқ. Оны біз қалай таңдай аламыз? Біз жеке қайтадан осы көрініс аумағымызды өзгертіп, қайтадан перспективаға, былай айтқанда перспективаға ауысып, өзіміздің керекті нүктелерімізді таңдай аламыз. Қайтадан алдыңғы жағындағы көрініске ауыса аламыз да осыны жылжыта аламыз. Немесе біз осы көрініс аумағында көрініс режимін өзін өзгертуге болады. Яғни біз өзіміздің объектіміздің көрініс режимін өзгертуге болады. Біз оны қалай өзгерте аламыз? Біздің көрініс аумағымыздағы жоғары жақта осы дөңгелектерден тұратын 4 құрылғыны көре аласыз. Осы құрылғылардың ішінен ең біріншісін таңдасақ, біз өзіміздің объектіміздің торысын, яғни сеткасын, торы сетка, орысша сетка, өзіміздің объектіміздің, былай айтқанда, сеткасын көре аламыз, торысын. Енді осы объектіміздегі нүктелерді таңдасақ, бізде сразу айтқанда былай бүкіл нүктелер таңдалады, бүкіл керекті нүктелер таңдалады. Яғни осы сетка режимі соған керек болуы мүмкін, өзіміздің объектіміздің торысын көру үшін. Осы керекті нүктелер таңдағаннан кейін осы нүктелерді жылжытсақ, осы move құралы арқылы, біз өзімізге керекті орынға жылжыта аламыз. Бірақ біз тек қана бір жағына ғана өзгеріс енгіздік. Біз өзіміздің объектімізге қалай, егер біздің объектіміз симметриялы болса, қалай екі жаққа да өзгерістер енгізе аламыз? Blender бағдарламасының ішінде оған арналған арнайы құрал бар, симметрия құралы. Біз ол симметрия құралын көрініс аумағында осы бабочканы сурет тұрған құрылғылардың қасында көре аламыз. Осы X, Y, Z батырмаларын көре аламыз. Осы батырмалар неге жауапты? Осы батырмалар бізде симметрия қай бағыты бойынша жүре алатын
анықтайды. Мысалға x бұл бізде симметрия x бағыты бойынша, осы x бағыты бойынша жүреді. Y симметрия бізде y бағыты бойынша жүреді. Z симметрия бізде z бағыты бойынша жүреді, үстіде астыда. Яғни біз өзіміздің объектіміздің арғы жағына бірдей өзгерістер енгізу үшін бізге y бағыты бойынша симметрияны орнату керек. Яғни біз симметрияны y бағыты бойынша таңдаймыз. Соны таңдап, өзіміздің объектімізді жылжытып көрсек, біз көре аламыз, объектіміздің арғы жағына өзгерістер дәл солай енгізілді. Енді симметрияны қосқаннан кейін өзімізге керекті жерге осы объектіміздің нүктелерін жылжытып, қайтадан көрінісіміздің режимін ауыстырып, объектіміз көру үшін көре аламыз. Біздің дубликат объектіміз толықтай шатырды жауып шықты. Енді көрініс параметрін, жоқ, мына шетте кішкентай бір қателік шықты. Қайтадан ораламыз. Енді керегі бізге мынау жоғарғы жақтағы нүктені жоғарыға көтеру. Енді көрініс параметрін объектімізді жасырамыз. Объектімізді жасырғаннан кейін көре аламыз, бізде осы қабырға толықтай шатырымыздың формасын қайталады. Енді осы қабырғамызды қалай үйдің арт жағына апаруға болады. Шатырмен болғандай, біз дәл солай өзіміздің объектімізге mirror, яғни айна модификаторын қоса аламыз. Осы модификаторды қосып, объект ретінде бізге x координатасы бойынша керек, яғни x-ті қалдырамыз. Объект ретінде өзіміздің үйіміздің бастапқы формасын таңдасақ, біздің модификатор дәл сол көшірмесін үйдің арт жағына жасап береді. Енді бізге керегі екі жақтағы қабырғаны жасау. Біз ол қабырғаны қалай жасаймыз? Ол үшін бізге осы бастапқы қабырғамызды алып, осы қабырғаның дубликатын жасаймыз. Яғни Shift D, ағылшынша D комбинациясын басамыз. Дубликатын Y бағыты бойынша жылжытамыз. Және де керек емес модификаторды өшіріп тастаймыз. Бізге қазіргі керегі тек қана массив, яғни array модификатор болып тұр. Енді осы дубликатын жасадық. Енді осы дубликатын жасағаннан кейін біз объектімізді Z бағыты бойынша 90 градусқа бұрамыз. Бұрдық. Енді қабырғамызды өзіміздің керекті жерімізге орналастырамыз. Біздің қабырғамыз, осындай ағаштарымыз толықтай шығып тұрған жоқ. Сондықтан біз оның өлшемін Y бағыты бойынша, X бағыты бойынша өзгертеміз. Бұлай шығып тұр үшін. Дәл солай қабырға бойынша өлшемін өзгертуге болады. Осылай әдемі көріну үшін. Енді бізде массивта, өзіміздің array модификаторында көшірме саны көп болып тұр. Бізге ондай көп керегі жоқ. Сондықтан біз көшірме санын, яғни count параметрін өзгертеміз 9-ға. Енді бізде қабырғаның екінші жағы бар. Сынан кішкене X бағыты бойынша жылжытайық. Қайтадан өлшемін өзгертейік. Осылай болу үшін. Енді біз өзіміздің үйіміздің қабырғасын тек қана бір жағын толықтай жасап бітірдік. Енді дәл солай басқа қабырғаға жасағандай, біз осы қабырғаға mirror модификаторын, яғни айна модификаторын қосып, дәл көшірмесін ала аламыз. Яғни add modifier, generate, осының ішінен mirror'ды қайтадан таңдап, өзіміздің объектімізге қосамыз. Содан кейін осы объектімізді модификаторымызды қосқаннан кейін симметрия, яғни айна жасау, көшірім жасау объектісін осы кубымыз таңдаймыз, бастапқы үйдің формасын. Бірақ ешқандай өзгеріс енгізілген жоқ. Себебі бізге көшірмесін Y координатасы бойынша жасау керек. Сондықтан X-імізді өшіреміз, Y-імізді таңдаймыз.
таңдағаннан кейін осы үйіміздің бастапқы формасын арғы жағына дәл көшірмесі жасалынды. Енді бізде үйіміздің толықтай дайын формасы. Енді біздің келесі қадамымыз үйімізге қосымша детальдарды қосу. Яғни терезелерді, есікті, шатырға тағы да детальдар, қосымша детальдар қосу. Сол детальдарды қосқаннан кейін біздің үйіміз толықтай дайын болады.